Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын қытырлақ нандар дайындайтын боламыз. Яғни, мен бір кафеден жеп көріп, содан бері үйде осылай жасап жүрмін, бір шайдан ақ қалмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге сары май қажет. Одан кейін оны ертіп аламыз да, үстінен сарымсағымызбен осылай укропымызды турап қосып жібереміз. Егер сіздерге укроп ұнамайтын болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Одан кейін осылай батон нанымызды аламыз. Менікі ақсай нан, сіздер кез келген батон нанды алсаңыздар керемет болып шығады. Осылай видеодағыдай төрт бұрыштетіп турап аламыз. Одан кейін міне еріп тұрған жаңағы сары майымызды, сарымсағымызды бір рет бұж еткізіп алғаннан кейін өшіріп қоямыз да, пешіміздің арнайы ыдысын алып, үстіне пергамент қағазын төсеп алып дайындап қоямыз. Және осылай батон нандарымызды жаңағы дайындап қойған сары майымызбен сарымсағымыздың үстіне аунатып аламыз, барлығын жақсылап. Сары майды аямай көп қоса берсеңіздер болады. Сары майдың түк те зияны жоқ екенін білесіздер. Және сарымсақты да жақсылап қоссаңыздар дәмі хош иіс беріп, өте дәмді болып шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, рахмет айтатын боласыздар. Өйткені бір шайдан, бір тамақтан артылмай, барлығы күшті болыпты деп жеп қоятын қытырлақ нандарымыз. Мінеки барлығы дайын болғаннан кейін осылай пешімізде бір 10 минутқа да жетпейтін шығар. Осылай пісіп шығады. Өте дәмді болады. 180 градуста бір 5-10 минутқа ғана қыздырып аласыздар қытырлатып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығыңызға ұнайды. Ұнаса менің каналымды қолдап кетіңіздер. Көп рахмет.